Саламатсыздар ма, құрметтілерім? Кеше шашымды емдеткен едім, әлі жууға болмайды, кешке қарай жууым керек. Сонда да болса, менің сыртқы маскам емес, білімім керек болса, тыңдайтын адам тыңдайды. Құдай жеткізетін адамға жеткізеді. Бүгін адамның санасының 7 деңгейі деген тақырыпта білім бергім келіп отыр. Бірінші деңгей бұл спящий дейді, яғни ұйықтаған деңгей. Адамдар мимен өмір сүреді, яғни тірі робот. Оларды басқаратын іштеріндегі травмалары, программалары, ограничениялары, установкалары. Яғни олардың установка деген не? Олардың өмірге деген көзқарасы, әртүрлі ситуацияларға олардың көзқарасы, қарым-қатынасы. Яғни бұл адамдар үшін бұндай адамдар, ұйықтаған адамдар постоянно проблемада жүреді. Қарызға батып, күйеуімен тіл табыса-алмай, ажырасып, изменада, еще бала шағасымен. Бұл адамдардың осындай проблемный өмірі всегда солай жалғасады. Бірінші ата-анасымен, одан кейін күйеуімен, одан кейін бала шағасымен ары қарай осылай күресіп, өмірде осылай проблемадан басын ашпай өмірден өтіп кетеді. Бұндай адамдар үшін жан-жағындағы барлық адам виноват. Ақша жоқ, жұмыс жоқ, ақша табу қиын, өкімет кінәлі, күйеуі кінәлі, бала шағасы нашар, өмір бақи жан-жағынан только минус көретін адамдар. Бұл ұйықтаған адамдар дейді. Яғни өзінің жанын вообще естпейді. Құдай туралы көп айтқанмен Құдайды танымайды. Құдайды таныған адамда шексіз ақша болады. Екінші деңгей бұл воин деп айтады, яғни жауынгер. Бұндай адамдар өмір бақи күреседі. Бұл күрескендердің арасында ақшасы бар адамдар да бар, ақшасы жоқ адамдар да бар. Күресіп ақша тапқанмен іштерінде тыныштық болмайды. Іштерінде махаббат болмайды. Өмір бақи тек қана ақшаны қуып, ақша үшін күресіп, жанталасып, бірақ 50-45, 60-қа келгенде сынады. Ертерек сынғандары жақсы негізі, бірақ өкінішке орай онда да болса мен Алламен күреспейін деп шешім қабылдамайды. Уже физически күштері қалмағаннан кейін амал жоқ, беріледі. Басқа жол қалмағаннан кейін. Үшіншісі искатель дейді, іздеушілер. Яғни өмірдің шындығын іздеушілер. Бұндай адамдар уже түсіне бастайды. Мен бір нәрсені дұрыс қылмай жатырмын. Осы уақытқа дейін алыстым, күрестім, бірақ мен қалағандай ешнәрсе болмай жатыр. Ескіше өмір сүргенім дұрыс емес-ау, бірақ жаңаша қалай өмір сүрсем екен деп ізденіп жүрген адамдар. Төртінші личность дейді, тұлға. Өмірдің заңдылықтарын түсінеді. Өмір неден тұратынын, энергия қалай жұмыс істейді, ақша қалай жұмыс істейді, Құдай деген кім, Құдаймен байланыс деген не дегенді уже түсіне бастайтын адамдар. Бұндай адамдар уже үлкен ақша таба бастайды, үлкен команда түзе бастайды. Барлық ішіндегі проблемасын, травмаларын тазалаған, проработанный деп айтады ғой. Бірақ көп адамдар келеді маған, я проработанная дейді да, бірақ өмірлерінде проблемалар көп. Понимаете? Проработанный болудың да жолдары бар. Проработанный адамда проблема болмау керек негізі. Бірақ шынайы, ішіндегі бүкіл травмасын, бүкіл программасын жойған адам, танып білген адам уже тұлға ретінде үлкен бизнес, үлкен ақша таба бастайды, үлкен команда түзе бастайды. Бесінші деңгей игрок дейді. Ойыншы, яғни өмірде еш нәрсені қиындатпайды. Барлық ситуацияны жеңіл қабылдайды. Біреулер ол жерден проблема көріп тұрса, бұл адам мүмкіншілік көріп тұрады. Яғни тотально Аллаға, әлемге сенеді. Барлық нәрсені жеңіл істейді. Бизнесте де, қарым-қатынаста да, барлық жерде жеңіл қарайды. Бұл адамды уже игрок деп айтады, ойыншы. Өмірдің өзін ойын ретінде қабылдайды. Кейбіреулер бар ғой, қуып жүреді. Өмірдің мағынасы не деп? Өмірдің мағынасы Құдайды тануда, өзіңді тануда, басқа мағына жоқ. Құдайдан артық өмірдің мағынасын келтіретін ешқандай жаратылыс жоқ. Коронаны шешеміз. Алтыншы деңгей бұл маг, яғни сиқыршы. Өзі қалаған өмірді сүре алады. Өмірін өзі қалағандай өзгерте алады. Яғни сиқыршы қалаған нәрселерінің бәрі, қалаған ақша, қалаған мүмкіншілік, қалаған адамдар алдынан шығып тұрады. Жетінші деңгей, яғни творец дейді. Яғни өз өмірін өзі жасаушы. Яғни өз өмірін өзі сурет салғандай, өзі жоспарлайды, өзі жасайды. Бұл адам Құдайдың бар екенін біледі. Оны Құдай деп атауы мүмкін, оны Всевышний деп атауы мүмкін, оны абсолют деп атауы мүмкін. Қазір біреулер өздерін білімді қылып көрсету үшін рух деп атап жүр ғой. Оны кім деп атасаңыз да маңызды емес. Әйтеуір бір
жаратушы күш бар, барлық әлемді басқаратын. Күнді сіз шығарып жатқан жоқсыз, күнді сіз батқызып жатқан жоқсыз, құстарды сіз сайратқызып жатқан жоқсыз, гүлді сіз шығарып жатқан жоқсыз, ауаны сіз беріп жатқан жоқсыз, тіпті сіз өзіңіз демалып жатқан жоқсыз. Бұл деңгейдегі адам, иә, Құдай бар екенін біледі, осы Құдайдың жаратылысында өзінің кім екенін, не болмаса не екенін біледі. Бұндай адамдар не только қалаған өмірін таңдайды, бұл адамдар өз өмірін өздері сурет салғандай салады. Мен қалаймын, демек солай болады деп өмір сүреді. Көңіл қойғандарыңызға рахмет, өздеріңізге баға беріп кетіңіздер. Қайсы деңгейде жүрсіз?